Hello my dear friends, my name is Akmaral Kinyasqıza and welcome to my channel. Today we are going to talk about comparative as. Мен компаративті оның алдында түсіндірген болатын, бірақ та біз бүгін соны арғай жалғастырамыз. Қалай біз elementary деңгейінен жоғары көрсету үшін өзіміздің деңгейімізді үлкейту, яғни одан арғай жоғарылату жағдайын көрсететін боламын. Егер де сіздерге менің каналым, видеоларым, сабақтарым қызықты болса, онда міндетті түрде тіркеліп, лайк қойып және комментарийда менің сұрақтарыма белсенді түрде жауап беріп отырсаңыздар, мен міндетті түрде тексеретін боламын. So, comparative as бұл не? As деген сөз ағылшын тілінен аударғанда сияқты деген мағынаны білдіреді. Енді бұны қалай қолданамыз және де не үшін керек? Қалай оны практикада қолданамыз? As көбінесе қолданған кезде болымсыз сөйлемде кездеседі. Мысалы, мен сіздерге қазір бір сөйлемді келтірейін. I'm not as tall as my brother. Қараңыз, мен сөйлемде қалай қолданып отырмын. As tall деген бұл сын есім бізге керек. Әрдайым as ненің сын есімнің екі жағында тұрады. Енді қараңыз, мына сөйлемде аударайын. Мен аударымдыққа мән беріңіздер. Мен ағам сияқты ұзын емеспін. Яғни мен ағам сияқты ұзын емеспін. Яғни бұл біздің оның алдында өткен бұлай ғой. My brother is taller than me. Менің ағам маған қарағанда ұзынырақ деп аударылады, Соны мен басқаша структурамен, басқаша түрмен көрсетіп тұрмын, I'm not as tall as my brother. Немесе she isn't as clever as me. Ол мен сияқты ақылды емес. Яғни бұл сөзіміз I am clever than her. Оған қарағанда мен ақылдырақпын деген мағынаны білдіреді. Clever. Да, келесі сөз, кей сөздер бар, которые оның алдында, мысалы, stressed, bored деген сияқты сөздерге terrified, мысалы, осы сөздерде біз міндетті түрде ешқашанда біз оларға ER немесе ES, мен оның алдындағы сабағын міндетті түрде қараңыздар. Мен ол сабағымды осы видеоның соңында белгілеп кететін боламын. Енді сол сияқты ER жұрнағы немесе ES жұрнағы жалғанбайды. Яғни бұлар көбінесе бұлай келеді. More stressed. Өте қиын деген сөз, қиынырақ деген сияқты. More bored. Яғни менің ішім пысып кетті деген сияқты, ішім жалып кетті деген сияқты мағынаны біледі. Немесе мен бұлай айтамын ередім. This place isn't as bored as at school. Мына орын, мына жер, мектептегі сияқты емес, мектептегі сияқты іш пыстырарлық емес деп аударылады. Яғни isn't міндетті түрде, яғни болымсыз түрде келеді. Немесе мен бұл сөзді былай айтар едім. At school, in school, мектепте, немесе at school деп те айтуым болады. Мына жерде ешқандай айырмашылығы жоқ, в принципе. At school is more bored than in this place. Мектепте қарағанда мына орын іш пыстырарлық екен. Яғни мектепте іш пыстырарлық мына орынға қарағанда деп аударылады. Мына орын мектепте іш пыстырарлық мына орынға қарағанда одан да көп іш пыстырарлық екен. Жалқы кетесің деген мағынаны білдіреді. Немесе тағы бір келтірейін. Stressed. I am not as stressed as I was last year. Мен өткен жылдағы қарағанда, мен онда қатты стресста жүрген жоқпын деген мағынаны білдіреді. I was last year, яғни ол өткен жылы онда қатты стрессте болған екен, биыл ол онда қатты стрессте емес деген мағынаны білдіреді. I'm not as stressed as I was last year. Мен қазір деген осы сөйлемге ұқсас, мен сіздерге көптеген практика келтіретін боламын.
So let's continue. Давайте практика жасайық. Осы нені алған біліміміз бойынша. Мына жерде бізде тапсырмада былайына жазылып тұр. Adam is shorter than Jerry. Енді біз осыны as сөзін қолдана отырып, біз жаңа сөйлем құрастыруымыз керекпіз. Енді қараңыз, бірінші сөйлемді аударып алайық. Adam is shorter than Jerry. Адам Jerryге қарағанда бойы қысқарақ дейді. Енді мен as-ді қолдана отырып былай айтамын. Адам Jerryге қараған, Jerry Адам сияқты бойы ұзын емес деп айтуымыз керекпіз. Сонда бізде болады. Jerry isn't as tall as, short, да? As short as Adam. Қараңыз, мен сөйлемім былай адады. Jerry Адам сияқты бойы қысқа емес, яғни Jerryдің бойы ұзын да, сонда бізде мына жерде айтқысы келіп тұрғаны. Енді келесі сөйлеміміз Your bag is nicer than mine. Сенің сөмкең менікіне қарағанда әдемірек, жақсырақ екен дейді. Мен енді былай айтамын, as-ді қолдана отырып былай айтамын. Менің сөмкем сенің сөмкең сияқты жақсы емес, яғни әдемі емес. Сонда менің сөйлемім былай болады. My bag isn't as nice as yours. Сенікі ағылшын тілінде болады yours. Яғни менің сөмкем сенікі сияқты жақсы емес деп аударылады. Next, Tokyo is bigger than London. Токио Лондонға қарағанда үлкенірек. Енді менің сөйлем былай болу керек. Лондон Токио сияқты үлкен емес деп айтуым керекпін. Сонда менің сөйлем былай болады. London isn't as big as Tokyo. Яғни Лондон Токио сияқты үлкен емес деген мағынаны білдіреді. Next, tennis is more popular than cricket. Теннис крикетке қарағанда танымалырақ, яғни бәрі біледі деген мағынаны білдіреді. Енді мен сөйлемді as-ді қолдана отырып былай айтамын. Крикет теннис сияқты атақты емес деп айтуым керекпін. Cricket isn't as popular as tennis. Яғни крикет теннис сияқты атақты емес деген мағынаны білдіреді. Next word. Өте керемет, мына 5 пен 6 және 7-ні қараңыздар, бұнда уже етістік келген, сондықтан өте мұқият тыңдаңыздар. Children learn languages faster. Кешірім сұраймын. Children learn languages faster than adults. Бұлай аударылады. Балалар ересектерге қарағанда тілді тезірек үйреніп алады дейді. Енді мен бұлай айтуым керекпін. Ересектер балалар сияқты тілді тез үйреніп алмайды деп айтуым керекпін. Adults үйреніп алмайды. Don't learn languages as fast as children. Яғни ересектер балалар сияқты тілді тез үйреніп алмайды деген мағынаны білдіреді. Келесі кеттік, келесі сөйлеміміз. Шекпесем сіздерге көрінді. Так, кеттік ары қарай. Келесі сөйлеміміз 6. I work harder than you. Мен саған қарағанда өте қатты жұмыс жасаймын дейді. Мен енді айтуым керекпін, сен мен сияқты қатты көп жұмыс жасамайсың деп айтуым керекпін. You жұмыс істемейсің, don't work as hard as me. Мен сияқты сен қатты жұмыс жасамайсың деп аударылады. Келесі, негізі мына жерде as me деп айту болады, немесе былай қалады as I do. Яғни мен жұмыс жасайтын сияқты сен онда қатты жұмыс жасамайсың деген мағынаны білдіреді. Next, England played better than France. Англия Францияға қарағанда жақсы ойнады деп аударылады өткен шақта. Енді мен былай айтуым керекпін. Франция Англия сияқты жақсы ойнамады деп айтуым керекпін. France didn't play as, енді better бұл бұрысын есім болып табылады. Оны менің бұрынғы компаративтегі видеодан көрсеңіздер болады. Better'ның негізгі сын есім нұсқасы бұл good. Сондықтан мен айтуым керекпін as good as England. Яғни
France didn't play as good as England. Өте керемет мысал, өте керемет жаттығу, және де керемет жай ғана better, faster, taller, shorter, smaller деген сияқты, да? Further біздің алдындағы өткен comparative elementary екінші деңгейдегі салыстырмалы сөйлем болып табылады. Ал біз бүгін одан да керемет pre-intermediate деңгейінде қалай салыстырып сөйлеуге болатынын көрсеткен болатынмын. Енді сіздерге тапсырма, мен сізге қазір 3 сөйлем айтамын. Сол 3 сөйлемді сіз маған осы видеоның астында пікірге қалдырып айтсаңыздар болады. Бірінші сөйлем бұл: менің әкем анам сияқты дәмді тамақ пісірмейді. Менің әкем анам сияқты дәмді тамақ пісірмейді. Екіншісі: менің інім мен сияқты жақсы оқымайды. Менің інім мен сияқты жақсы оқымайды. Келесі: мен Айсұлу сияқты жақсы билемеймін. Мен Айсұлу сияқты жақсы билемеймін. Яғни осы 3 сөйлемді міндетті түрде аударып, маған пікірге қалдарыңыздар, мен тексеретін боламын. Сіздің менің тақырып, менің берген бүгінгі білімді қалай түсіндіңіз, соны көретін боламыз. Thank you very much. Don't forget to subscribe, like and comment. Thank you very much. Goodbye.